Сәлем достар, сіздермен жұмбақ әлем. Шығарылымды бастамай тұрып, ішек тиф ауруына анықтама беріп кеткен дұрыс болар. Бұл сальмонелла тиф бактериясы тудыратын адам өміріне қауіп төндіретін инфекция болып табылады. Әдетте ластанған су немесе тағамдар арқылы ағзаға түседі. Ал енді шығарылымды бастай беруге болады. Мэри Мэлон аспаздық кәсіппен айналысып, өз адал еңбегімен ақша тауып жүрген қарапайым әйел. Алайда Мэлон іш сүзегі ауруының тасымалдаушысы болып табылған бірінші адам ретінде танымал болды. 19 ғасырдың басында бұл дерт туралы мәлімет аз болған, тіпті емдеу жолдары да белгісіз болды. Мэри Мэлон өзінің ауруын жоққа шығарудың және ас үйде жұмыс істеуден бас тартпауының арқасында кем дегенде 53 адамға ішек тиф ауруы жұқтырылып, 3-еуі қайтыс болды. Мэри Америка құрама штаттарына Ирландиядан 15 жасында келді. Ол бірден ауқатты отбасына аспаз болып жұмысқа орналасты. Бірақ 2 апта өткен соң үйдің иелері қатты ауырып қалады. Мэри Манхэттен аралына көшіп басқа отбасына орналасады. Ол жерде де осы жағдай қайталанды. Балалар мен ересектер, оның ішінде қызметшілер, қатты қызба мен диареядан зардап шекті. Және бір кір жуушы қайтыс болады. Мэри жұмыс берушілер мен қызметшілердің ауруларына байланысты 8 рет жұмыс орнын өзгертеді. Ауру тез таралды. Бұл эпидемия көзін анықтауға себеп болды. Тергеуді санитарлық инженер Джон Сопер жүргізді. Ол инфекцияның ауыз суында болған және зардап шеккендердің барлығы бір ас үйден тамақтанғанын анықтады. Осылайша олар Мэри Мэлонға шығып, одан сынақтар алғысы келді. Мэри тест тапсырудан үзілді-кесілді бас тартты. Бірақ та тергеушілер оны тұтқындап аралдағы клиникаға орналастырады. Мэри 3 жыл бойы карантинде отырады. Ауруханада Мэри барлық қажетті сынақтарды тапсырып, оның ішінде 163 сынаманың 3-тен 2-сі оң нәтиже береді. Зиянды бактериялардың көп бөлігі өт қабында шоғырланған болып шығады. Әйелге бұл органды алып тастау ұсынылды, бірақ аурудың белгілері болған жоқ. Сол себепті отау жасаудан бас тартты. Мэри ауру тасымалдаушысы болса да өзін жақсы сезінген. Бірнеше жылдан кейін Мэри Мэлон тарихтағы алғашқы нөлдік пациент, яғни эпидемияны қоздыратын адам ретінде танымал бола бастады. Мэри карантинде болғысы келмей, барлық анализдерін жинап тәуелсіз зерттеу зертханасына жібереді. Нәтиже теріс болып шығады. Аурухана басшылығы оны босатудан басқа амалы қалмады. Бірақ та олар ешқашан ас үйде жұмыс істемеуге және басқа біреудің тамағына қол тигізбеуге уәде беріп қолхат алады. Босатылған соң Мэри кір жуушы болып жұмысқа орналасты. Бірақ жалақысы аспаздың жұмысынан әлдеқайда төмен болды. Бұл жас әйелге ұнамай Мэлон фамилиясын Браунға ауыстырып, әйелдер ауруханасында аспаз болып жұмысқа орналасады. Біраз уақыттан кейін ол 25 науқасқа ауруын жұқтырады. Олардың бірнешеуі қайтыс болады. Нәтижесінде тергеу басталып, Браунның Браун емес Мэлон екені анықталды. Осылайша Мэри тергеушілердің көмегімен аралдағы клиникаға оралады және өмірінің соңына дейін карантинде болды. Арасында журналистер сұхбат алуға келіп отырған. Бірақ бұл әйелдің қолынан тіпті бір шыны су алуға болмайтындығы ескертілген болатын. Мэри Мэлон 69 жасында пневмониядан қайтыс болды. Мэлон қайтыс болғаннан кейін дәрігерлер аутопсия жасайды. Оның нәтижелері іш сүзегі бактерияларының өт қабында болғаны расталды. Қазір әрине медицина дамыған уақытта гигиена жайлы барлығымыз білеміз. Бірақ Мэридің кезінде бұл аурудың таралуына ас үйде кір қолмен тамақ даярлау да себеп болған. Сондықтан тамаққа отырарда және даярлаған кезде қол жууға ұмытпайық. Ал менің бүгінге айтарым осы. Видео ұнап жатса лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.